Магистратура информатика 2025, яғни информатикада магистратура тестіне келетін сұраққа талдау жасаймыз. Мына жерде бізде Python программалау тілі бойынша сұрақ кодтың нәтижесі қандай болады делінген. Бізде x тең 5-ке, ары қарай print шығару операторы бізде x 5-ке және x 6-ға деп шығарыпты. Жауап нұсқалары бізде true, false, қате немесе none. Яғни бұл жерде біз кодтың нәтижесін былай алатын болсақ, x бізде айнымалы, x-тен 5 айнымалы. Енді бұл жерде бізде print операторы арқылы бізде x тең 5-ке тең бірінші тексереді. Яғни бізде x тең 5-ке. Енді бұл жерде бізде x тең 6-ға деген жауап бар. Енді қарап тұрғандарыңызда, мына жерде бізде айнымалы 5-ке тең болғандықтан бірінші бізде true орын алады, және де 6-ға тең болмағандықтан false нәтижесі шығады. Енді бұл жерде программалауда бізде false нәтижесі шыққандықтан барлық біздің true мәндеріміз false-ға айналады. Яғни бұл жерде бізде false жауабы дұрыс болады екен. Ары қарай нұсқа талдау сіздерге қажет болатын болса, бұл курсқа тіркеліп алсаңыздар болады.